Мына ортаңғы орындықтардың артқы мынандай пластик нелерін шешіп алдық. Бұларды химиялық обработкамен жуамыз, тазалаймыз әлі Құдай қаласа. Одан кейін мынаны не үшін шүберекпен сүртіп жатырсың деген сұраққа жауап. Егер де біз жаңағы құрғақ көпікпен мынаны көбіктеп алып щеткамен тазалағаннан кейін міндетті түрде сүртіп аламыз. И желательно мынандай тряпка жақсы, өзі арнайы сатылады. 1000 теңгемен 800 теңгенің арасында мынандай үлкендігі. Себебі кірді алып түседі, шынымен де. Көбік езіп береді, щетка езіп береді, бірақ мына тряпкамен сол кірді сыртына шыққан сүртіп алып аламыз да. Сосын мына шүберектің бір айырмашылығы тряпканың. Суға салсаңыз жаңағы мынау сіңіріп тұрған кірі бірден ағып кетеді. Енді қарапайым шүберекпен сүртсеңіз де болады, егер мынаны қымбаттау алмаймын десеңіз. Бірақ та ол кезде ол тряпкаге кір сіңіп қалады екен. Мынау кірді бірден нете қояды. Мысалға шелекке бір 4-5 рет шайғаннан қарсаңыз, шелектегі суыңызден қап-қара болып кетеді, түбіне топырақтығы жиналып қалады. Бұлай көзге көрінбейді. Міндетті түрде тазалағаннан кейін жақсылап сүртеміз мынаны. Сонда су жаңа автокөліктің материалындай береді көрініс. Міне қараңыздар, мысалға мынау кім айтады мынаны? Әбден боқ болып кеткен еді, әбден лас болып кеткен еді деп. Мынау жаңа орындықтың төбесіне басқа қоятын ғой, мынандайы. Міне тап-таза болды. Дат басып, бұл қолдың күстері болып кеткен еді. Тап-таза керемет болды. Әрбір детальді, әрбір бөлікті осылай жуып жатырмыз. Оңай емес, бірден айтам. Ойлап қалмаңыздар, сытырлатып сесілады екенбіз деп. Мысалға, сіздерге айтайын, мына төбесін толығымен, алдыңғы 2 орындықты тазалауға маған мынадай 2 флакон кетті. Әрқайсысы 1500 теңгеден 3000 теңге кетті. Ойлап қалмаңыздар, өте арзан екен деп. Мына ортаңғы орындыққа, бір флакон кетті. Мына артқы орындыққа бір флакон кетіп жатыр. Міне осындай. Кәдімгідей теңгеңіз шығады, яғни бір флаконмен бүкіл автокөлікті жуып шайып шығам деп қателік болады. Енді көлігіңізді размеріне де байланысты, маркасына да байланысты, кішкентай машина болса мүмкін бір 2-мен тоқтап қалуыңыз да мүмкін, егер де ондай қатты лас болмаса. Біздікі қатты лас, үлкен машина болғаннан кейін осындай көп кетіп жатыр. Әзірге 4 флакон алдым. Ал енді мына полдарын да жасатсам деген, тазаласам деген ойым бар. Бірақ бұның бетіне бәрі де не жабам, бірақ сонда да жеткенше олар тағы да тазалаймыз. Мынау порошокпен, сабынмен жуып, шөткілеп неткендегі түріміз шаңы кір кетті, бірақ мына күстері қалып қалды. Жасаймыз әлі де, салып отырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.